Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Менің есімім Шарапатова Гүлпариза. 9 сынып алгебра пәні бойынша келтіру формулалары тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Сабақтың оқу мақсаты келтіру формулаларын біледі және қолданады. Сабақ мақсаттары келтіру формулаларын енгізу, тригонометриялық өрнектерді түрлендіруде, есептеулерде келтіру формулаларын қолдану және өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту. Егер альфа бұрышы ой үргесінен ауытқыса, онда функцияның атауы қарама-қарсы ауысады. Синус альфа косинус альфаға, косинус альфа синус альфаға, тангенс альфа котангенс альфаға, котангенс альфа тангенс альфаға. Яғни бұл жердегі пи бөлінген 2 плюс минус альфа, 3 пи бөлінген 2 плюс минус альфа бұрыштар үшін. Егер альфа бұрышы ой үксесінен ауытқыса, онда функцияның атауы өзгермейді. 2π плюс минус альфа, π плюс минус альфа бұрыштарында функцияның аты өзгермейді. Егер альфа бұрышы ой үргесінен ауытқыса, онда функцияның атауы қарама-қарсы ауысады. Синус альфа косинус альфаға, косинус альфа синус альфаға, тангенс альфа котангенс альфаға, котангенс альфа тангенс альфаға. Яғни бұл жердегі пи бөлінген 2 плюс минус альфа, 3 пи бөлінген 2 плюс минус альфа бұрыштар үшін. Мына берілген формуланы кестеге түсіріп, жаттап алу керектігі айтылады. Синус пи бөлінген 2 плюс альфа тең косинус альфа. Косинус пи бөлінген 2 плюс альфа тең минус синус альфа. Бұл жерде альфа бұрышы ой үргесімен ауытқып тұр. Сол себепті синус альфа косинус альфаға ауысып тұр. Таңбасы сәйкес ширектегі таңбамен анықталады. Осы сияқты жоғарыдағы формулаларды пайдаланып, тангенс альфа, котангенс альфаның келтіру формуласын шығаруға болатындығын айтамын. Мына берілген формуланы кестеге түсіріп, жаттап алу керектігі айтылады. Бекіту бөлімінде сәйкестендіру тесті жүргізіледі. Бекіту мақсатында оқулықпен жұмыс жүргізіліп, 334-ші, 336-ші есептер шығарылады. Деңгейлік тапсырмалар орындалып, оқушылардың келтіру формулаларын қолдану дағдысы қалыптастырылады. Үйге тапсырма. Параграф 21. Оқу, кесте дайындау, 329-ші, 331-ші есептерді шығарып келу. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.